Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сендерге Абайдың 6-шы қара сөзін оқып беремін. Бұл сөзді естіген адам өмірге басқа көзбен қарай бастайды. Тыңдайық бірге. 6-шы сөз. Қазақтың бірі мақалы. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік аты ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда? Кедейліктен не залал? Ағайын құрамай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малынды беріп отырсан, атасы басқа, діні басқа. Күні басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі бірін-бірі пәле іздейді. Не түссен, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бірі пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ. Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімде жау көріп, ақиретке дұшман болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ес атанып, дүниеде әлге айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсан да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен еренбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кесілде жалқау, қыл жақпас, әзір тамақ, әзір ас. Сыртын пысық, ішін ас. Артын ойлап, ұялмас. Болып жүріп, термен деме, онан да алай жіберген ақ бұйрықтың өлімнен өзі артық. Міне, құрметті көрермендер, Абайдың 6-шы қара сөзі осындай терең ойларға толы болды. Егер бұл сөз сізге ұнаса, немесе ой салса, лайк басуды ұмытпаңыз. Пікірді, өз ойыңызды бөлесіңіз және арнаға жазылыңыз келсе, видеоларымызды бірге тыңдайық. Сау болыңыздар.